Алматы қаласының мәдени ошақтары сан қырлы және көрікті. Олар ұрпақтан ұрпаққа сақтала береді. Дегенмен Алматы сәулет өнері қалай дамуда? Бүгінде Алматының құрылыс және сәулет саласында қандай өзгерістер бар? Елімізде ұлттық архитектура қаншалықты дамыған? Қазіргі қалалар тарихы сәулет келбетінен жоғалып бара жатқан жоқ па? Елімізде сәулет және құрылыс саласында мамандар жеткілікті ме? Осы және өзге де сауалдарға бүгінгі бағдарламамызда жауап іздейміз. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Эфирде әңгіменің ашығы ток-шоу. Сіздермен бірге мен Дәурен Бабамұрат. Ендеше ортаға алғашқы қонақтарымызды шақыруға рұқсат етіңіздер. Алматы қаласы сәулет және қала құрылысы басқармасы бастығының орынбасары Исмаилов Төлеухан Әнербекұлы. Және де Төлеу Басенов атындағы сәулет және құрылыс институтының профессоры, академик, сәулетші Ибраев Бек Әнуарбекұлы. Студиямызға қош келдіңіздер. Тақырыпқа кіріспес бұрын назарларыңызды экранға бұрам. Біздің журналистер арнайы әзірлеген блиц сауалнама. Салынып жатқан ғимараттар қаланың көркін бұзып жатқан жоқ па, әлде керісінше қалаға көрік беріп тұр ма? Қалай ойлайсыз? Бұрын Алматымыз қандай, көкел оралғаны қалай еді. Мен соның ғимараттың бәрін азайту керек. Елдің бәріне неге шеттен бермейді жер? Неге шеттен салмайды? Неге микрорайон қылып салмайды бөліп-бөліп? Енді бәрінің емес, кейбіреулер ұнамайды. Біреулер дұрыс салмайды мысалы. Осынша ақша бөлінсе, соған дұрыс салмай, кейіннен бұзылып, сондай бір жаңалыққа шығып жатады. Одан гөрі жақсылап салған дұрыс деп ойлаймын. Кішкене кетіп алған сықылдымыз, дегенмен де ол сапалы болса болды ғой. Білмеймін, бұрынғы мысалы салынған нелері ғимараттар олар тұру керек негізінде. Солай ойлаймын. Ал былай жаңадан салынған нелері ол да қажет шығар. Енді барлығы бірдей қазіргі заманға сай келе бермейді ғой. Дегенмен сақтап қалатын да ғимараттар бар. Мысалы өзіміздің қонақ үйді, тағы да басқа ғимараттар бар, тарихи. Салынып жатқан құрылыстар дұрыс, бірақ тау жаққа жоғараса салмаса болатын еді. Енді таза ауаның бәрі сол жақтан келеді ғой, сол жақты құртпаса, аяқ жақтарға болады уже былай қарай салуға. Жаңа блиц сауалнамада біздің қаланың тұрғындары өте өзекті мәселелердің басын ашып кетті. Экологияға байланысты, жалпы құрылысқа қатысты. Төлеухан аға, негізінен мынау қаланың келбетін анықтайтын бізде бір арнайы бағдарлама бірдеңе бар ма? Жалпы салыну барысында бір стиль міндетті түрде сақталу керек деген секілді қағида бар ма, жоқ па? Алматы қаласы негізінде осы қаланың бас жоспары бойынша дамиды да салынады. Қазіргі кезде бұрынғы бас жоспар 2001 жылы жоба жасалынған. Ол ескерді. 2002 жылы Қазақстан Республикасының үкіметінің қаулысымен бекітілген. Қазір мына Алматы қаласына көптеген Алматы облысына жерлер қосылды. 2014 жылы 23.300 гектар қосылды. Ол мына Қарасай ауданы, Іле ауданы, Талғар ауданынан. Бұл жерде 27 елді мекендер бар. Соның ішінде олардың бас жоспарлары болмаған. Жаңа нақты жоспарлау жобасы болмаған. Қалай болса жаңа үйдер салынып, мына өзендердің бойында. Бұрын облыс болған кезде қалай болса солай салынған, Алматыға кіргеннен кейін біз оны күрделі өзгерте алмаймыз дейсіз ғой? Күрделі өзгерте алмаймыз, бірақ та өзгерту енді тиісті. Қазір мына Алматы қаласының бас жоспарының түзету жұмыстары жүргізіліп жатыр. Дәл қазіргі таңда? Қазіргі таңда осы биыл 2016 жылы сол жұмыстар аяқталады. Сол бас жоспар түзету жұмыстары бойынша 2014 жылы осы қосылған аймақтардың бәр топографиялық түсірілімі жасалынды. Содан 2015 жылы жаңағы нақты жоспарлау жобалары дайырланып
Алматы қаласының қаулысымен бекітілді. Мынау жаңадан құрылған Наурызбай ауданына тиесілі жерлер бар. Мынау қаланың батыс жағында. Содан кейін қазір енді күні кешегіні бір қағаздардан нелерден көріп, интернеттерді ақтарып, басқа жерлерін алып қарап отырмыз. Мәселен, мынау Шаляпин көшесі, Абай көшесі даңғылы, Төле би даңғылы, Жұбанов көшесі бәрі ары қарай созылады екен. Яғни ар жағында Наурызбай ауданының аумағы, яғни Алматы қаласына батыс жақтан іргелес аумақ, яғни жаңадан әкімшілік ғимараттар салынады, жаңағыдай әлеуметтік нысандар салынады, балабақша, емхана, мектеп деген секілді. Сол жерде ол нақты жоспарлау жобасы қалай жүзеге асты? Ол жерде бір ұлттық нақыш, бір ерекшелік деген сияқты мәселелер қарастырылды ма, қарастырылған жоқ па? Негізгі нақты инвестор дейді ғой, біз инвестор келген кезде сол жаңағы өз жобаларын жасайды. Сол жерде біз сондай талаптарды қоямыз жаңағы. Ол жаңағы жоспарлары мына бізде қала құрылыс комиссиясы бар қалада. Сол жерге жаңағы белгілі атақты сәулетшілер кіреді, соның ішінде сол жерде сол жобалары қаралады, сол жерде сол талаптар қойылады. Бек аға, жаңағыдай жерде мысалға алдын ала жоспар жасалған кезде, мына жерде міндетті түрде ескерткіш болу керек, мына жерде кіші архитектуралық композиция болу керек, мына жерде міндетті түрде парк болу керек, мына жерде сквер болу керек, мына жерде фонтан, су бұрқақ болу керек деген сияқты мәселелер алдын ала қарастырылу керек па, жоқ әлде уақытымен келе береді ма? Мынандай среда адамға байланысы ешқандай жоқ болса, тек жаңа сіз айтқандай функционализм. Неше квадратный метр, қандай жол, керемет жаңа сад бар, аяқта бақ бар, аяқта детский сад бар, оның бәрі дұрыстап қойса, ол чистый функционализм дейді. Не керек, соны жасаймыз. Шалбар керек болса, жылы болсын, тек қаланы керек. Сондай психология функционалистически өтіп кетті бізге заңның ішіне. Францияда оны естіп қойғаннан кейін алған не істеген? Өзгерістер енгізген. Жоқ, ана заң шыққан. Бір план квартира бар ғой, жоба. Тек 6 рет ол қалада салуға болады. Европаның бәрі сондай заңдар шығарған. Фасад бір-біріне ұқсамау керек. Біз салғанда микрорайон барсаң 100 үйлер тұр, арбиеті бәрі бір-біріне айнымайды. Бірдей. Бәрі содан кейін бәрі экономика деген сөз баяғыда коммунистерден қалған. Сол экономика бірінші, қалғандары бәрі содан кейін келеді деп, соның бәрі бізді солай істеген. Нормада жазылған нормалар тек. Неше метр үйден айналып болады, терезе аяқта болады, 2 сағат күніне күн түсу керек, тек сондай норма. Ана адамға сүйікті ма? Ондай кейін ба, түс па, анандай? Ондай жоқ дейсіз ғой. Ондай даже нормада жоқ. Бек ағамыз айтып жатыр ғой, мына бұрынғы кезде мен өзім ойлап қараймын да, мына микрорайондар дейді. Мына микрорайондарда бізде ана рабочий поселок дейді, микрорайон дейді. Сол жерде мына бізде жаңағы преступность дейді ғой, жаңағы. Сол жақтан мына бұзықылықтар шығады жаңағы. Ал солар заң бұзушылықтар көп болады. Иә, заң бұзушылықтар көп болады. Содан олар неден? Ана жердегі жаңағы мына орысша айтқанда серость дейді ғой, жаңағы серость, однообразие вот этих фасадов, не дегенде не. Содан олар мына Алматының орталығына келеді, ана мегацентрге сонда жерге келеді да, жақсы киініп, бұл жерде өзгере бастайды. бір қағазды или бір жерге түкіруді жасамайды. Ол мына жаңағы сол жерде айнала қоршаған ортаға байланысты дейсіз ғой. Қоршаған ортаға байланысты сол маңызды, шапалақ ұрсаңыздар болады. Сәулет, мына орысша айтқанда архитектура адамды тәрбиелеу керек. Соған бағыну керек. Көп-көп рахмет пікірлеріңізге. Ендеше ортаға келесі қонақтарды шақыруға рұқсат етіңіздер. Алматы мәдениет тұрмыс құрылыс акционерлік қоғамының аға инженері Сағынбаев Болат Қоңырбекұлы және де Қазақ бас сәулет құрылыс академиясының жалпы құрылыс факультетінің аға оқытушысы Ажғалиева Бану Ақуанқызы. Студиямызға қош келдіңіздер. Біздің бүгінгі талқылап отырған тақырыбымыз Алматы қаласының келбеті, архитектурасы, сәулеті. Дұрыс па? Енді бұрыс деп айтуға болмайтын шығар, бірақ та дәл қазіргі даму динамикасы дұрыс па? Қандай өзгешеліктер керек? Қандай кемшіліктері бар? Жақсарту үшін не істеу керек? Жалпы жақсарту дегенімізді қалай түсінеміз деген сияқты мәселенің төңірегінде сұрақ және пікір алмасып жатырмыз. Сіздерге сұрақ қоймас бұрын назарларыңызды тағы да экранға бұрам. Біздің журналистер әзірлеген бейне сюжет. Бүгінгі таңда Қазақстанда қала мәртебесіне ие 87 елді мекен болса, республикалық маңызы бар қалалар қатарына Алматы мен Астана енетінін бәріміз білеміз. Жыл өткен сайын үлкен елді мекендерде құрылыс нысандары бой көтеруде. Алайда салынып жатқан ғимараттардың бірі сәнді келтірсе, енді бірі қала көркінің мәнін кетіруде.
Оған басты себеп тарихи маңызы бар ғимараттар толығымен өзгеріске ұшырап, заңсыз салынып жатқан құрылыс нысандары көбеюде. Бір ғана Алматының өзінде Әл-Фараби даңғылының жоғарғы жағындағы аумақта 37 нысан бар. Олардың 14-нің құрылысы тұралап тұр. Соттың шешімі бойынша бұл үйлер сүрілмек. Бұл тек Әл-Фараби даңғылының жоғары орналасқан ғимараттар саны. Ал төменгі көшелерде заңсыз салынған тек дәмхана мен кафенің өзі 40-тан асып отыр. 1000 жылдық тарихы бар қаланың тарихи келбетінен гөрі заманауи келбеті басым болып тұр. Кезінде Жібек жолы бойымен ұзындығы 1 шақырымға созылатын керуендер жүріп өтетін болған. Олардың әрқайсысында 6000-нан аса түйеге артылған жүк Қытайдан Еуропаға жеткізілген еді. Жібек жолының бойында небір әсем қалалар пайда болып, өркениет дамыған. Бұл күндері ол қалалардың орындары ғана қалған. Түркменстандағы Мерв қаласы мен Өзбекстандағы Бұқара, Самарқанд қалалары Жібек жолы бойының тарихи жәдігерлер ретінде сақталып қалған. Бұл қалалар мәдени маңыздылығына орай ЮНЕСКО-ның әлемдік мирас тізіміне енген. Ол тізімге Қазақстанның бірнеше қаласы ілінбей қалған. Себебі тарихи нысандарымызды қиратып жатқанымыз ащы шындық. Заманның көшінен қалмағанымыз әрине дұрыс. Дегенмен тарихи нысандар қала сәулетіне көрік беріп қана қоймай, туристерді қызықтыратын бірден бір орталық болатыны сөзсіз. Тарихты білмей, болашақты болжау қиын. Ал ертеде салынған құрылыс нысандары тарихымыздың айнасы. Бану ханым, алғашқы сұрақ сізге. Жаңа біз тақырыптың басында мен айтып кеттім, кадр дайындау мәселесі жөнінде. Қоғамда көп айтылып жатыр. Неге бізде бір жаңа архитектуралық формалар аз? Мүмкін мамандар жетіспейтін шығар. Мүмкін біздер бір жақсы жаңашыл идеясы, көзқарасы бар жастарды аз тәрбиелеп жатқан шығармыз. Мүмкін дұрыс емес, оқытып жатқан шығармыз. Қалай ойлайсыз? Енді кадрлар дайындау мәселесіне келгенде, мен өзім мына Қазақпас сәулет құрылыс академиясынан келіп отқаннан кейін және жалпы құрылыс факультетінен. Мен енді құрылысшылар жөнінде айтып өтейін. Жалпы қандай да болмасын кез келген қаланың сәні ол құрылыс. Ал сол құрылыстың сапасы. Енді бұған бірден бір жауап беретін әрине мамандар. Ал сол құрылысшы мамандарды біздер қалай дайындаймыз? Қалай дайындап жатырмыз бүгінгі таңда? Айтып кететін нәрсе, бізге оқуға келген жаңағы жас балалар, болашақ мамандар бірінші курстың өзінен мамандыққа кіріспе деген сабақ бар бізде. Мына сол сабақты оқу арқылы, ол өзінің сол 4 жыл не 5 жыл оқитын болса, сол оқу барысында немен айналысатындығын ол біледі күні бұрын. Енді кейде жағдайлар болады, мысалы өзінің көңіліне соқпай кетіп қалатын адамдар. А көпшілігі негізінде көп студенттер біздерде қалады және оқып шығады. Енді сапа жағынан айтуға келген мезгілде мен енді сапаны жаман деп айтпаймын. Өйткені өзім осы салада жұмыс жасағаныма биыл 30 жыл болады. Мұғалім болып келе жатқаныма осы жылдың ішінде мысалы осы Қазақстан Республикасында біз оқытқан қаншама мамандар таралып кетті. Мәселен, Бану ханым, егер сөзден іске көшейік деп сөзден іске көшкен кімдерді айта аласыз? Міне біздің пәленше деген түлектеріміз проектісін жасады, өздері сағылды, соқты, немесе мүмкін Қазақстан емес, мүмкін шетелде бір жобаны жасайтын бізде сәулетшілер ғой, міне Бек ағаның басқаруымен болсын, басқа архитекторлар міне. Біздер олардың техникалық жағынан қамтамасыз етеміз. Жалпы техниканың өзінің 3 тұғыры бар. Бұл жаңағы сол үйдің біріншіден беріктігі ғимараттың, екіншіден оның орнықтылығы және соның қатаңдығы. Міне былайша айтқанда оның сапасы, оның құрылыс болып тұруы. Ол қағаз жүзінен іс жүзіне өткен мезгілде біз соған сол құрылыс салынған құрылыстың сапасын қамтамасыз етуіміз керек. Оның қауіпсіздігін қамтамасыз етуіміз керек. Ол жағынан қам жемесеңіздер болады. Қам жемесеңіздер болады. Бану ханым, жарайды, рахмет, көп рахмет. Болат аға, сізге сұрақ қояйын. Мынау сіздің қызмет етіп отырған орталық, жалпы құрылыспен айналысасыздар. Енді мынандай пікір бар, бағдарламаға дайындық барысында естідім. Алматы қаласының сниптері дейді, бір андай нелері, қағидаттары құрылысқа қатысты. Соны кеңес заманынан бері өзгермеген дейді. Сол рас па? Құрылысшылардың кейбір жағдайларын ескере отырып, қазір біз өзі қайсыған бағынатынымызды білмей қалдық. Мемлекеттік тапсырыс деген өзінің заңын бекітеді. Біз анау гражданский кодекске бір жағынан бағынамыз. Негізгі құрылысшыларға арналған заң жүйесі әлі жақсы жетілмеген.
Яғни бұл бар дейсіз ғой негізі. Ол бар, ол 17 жылдан бастап шешіледі деп отыр, қазір қаралып жатыр. Мынау мемлекет тапсырыспен құрылысшылардың біріктіре отырып бір заң шығарамыз деп жатыр қазір. Сол заң шықса бір реттеледі деп ойлаймын. Ал қазір сонда яғни реттелмеген ғой. СНИП кеңес заманынан бері өзгермеген деп айтып жатқан СНИП сол бұрынғы Совет одағының заңымен келе жатыр, бірақ та біраз бәрі өзгерістер қазір болады деп отыр ғой. 2017 жылда. СНИП деген не ол жалпы? Халыққа қарапайым тілмен түсіндіріп беріңізші, қысқа-нұсқа. Әрбір районға байланысты, әрбір жерге байланысты есептелген нормалар ғой. Жер сілкініс кезінде оның топырағынан, оның барлық жағынан зерттелген, бұрынғы Совет одағы кезінде зерттелген. Ал енді ол архитектураға қаланың келбетіне әсер етеді ме? Өзгермеу әсер етпейді ол. Оның сыртқы бейнесін жасау, сыртқы ғимараттың бізде бір кемшілік, ұлттық нақышта жасалған ғимараттар аз. Міне, ең бірінші жағдай. Екінші жағдай, жас құрылысшылар қазір құрылысқа аз келеді. Мамандықтар жетіспейді. Жас мамандардың құрылысқа көбіне көрші елдерден алдырамыз дейсіз ғой. Келмеу себебі қазір енді түсініксіз, көбі жекешелікпен айналысып кеткенде. Бұрын біз мысалы бала кезімізде құрылысқа барсақ, осындай ғимарат салсақ деп армандайтынбыз. Шапалақ ұрыңыздар, міне. Ал қазірше, қазір приоритеттер қандай? Қазіргі заманда адамдар жеңіл қарайма деп ойлаймын, өзім түсінігімде. Просто жастар қазір құлшынып, құрылыспен айланысамыз, ұлттық нақышта саламыз деген адамдарды мен аз көріп тұрмын. Міне, Бану ханым, менің бағанан бері айтып көтеріп жатқан мәселем. Сен жаман үй салсаң да проектті, қалай болса, баласында жақсы үй салсаң да ақшасы бірдей. Ешкім сені сыйламайды. Сен керемет нәрсені істедің ба, ақымақ. Ақша аз кетеді, уақытың көп кетеді, содан кейін оған ешкім қатынаспайды. Бәрі алады да интернетті ашады. Сәулетшілердің көбісі. Ан жақтан басылмаса, басын қояды, аяғынан қояды, денесін осыдан қояды. Міне қайда жатыр. Сосын не шақты ғой, бұның президенттің сөзі бар. Бұл айтқан. Ана жақта Бәйтерек тұр дейді. Мына жақта Хан Шатыр. Ортасында Гонконг ба, Лондон ба, қандай білмейсің, беті жоқ. Содан кейін соның бәрін шешу үшін ана СНИПте олар осылай істеген. Ана не? Монумент деген понятие бар. Ана Испанияда бар, сондай монумент, Австрияда бар. Кішкентай бір үй болса да, соны жазсаң, керемет архитектура жаңалықты тапсаң, сонда саған не береді? Монументте қаланың акиматтың өзі береді. Шапалақ! Оның ақшасы гонорар саған астына құйып өт тағы. Екінші, заказдардың бірінші сен оласың. Холляйн деген архитектор болды, кішкентай институт тек бітірді. 3 метр мынандай встроенный магазин болады ғой, бірінші этажда тұрған, 3 метр, биіктігі 6 метр. Просто бір тесік. Сонша ювелирный магазин салды. Тесік постмодерн деген стильдің бірінші болып атағын ашты. Сол магазин үшін жаңа айтқан монумент деген атты айтты. Содан кейін келесі бір заказ алған, жаңа собор Святого Стефана жаңа қаланың ортасы, Венаның ортасына тұрған керемет үлкен үйді жасағанда, соған заказ берді, ол керемет жаңа архитектура жаңа сөз айтты. Көрдіңіз ба? Содан кейін біздің СНИПте ондай жоқ. Бізде жоқ ондай. Содан кейін Болатаға бар ма жоқ па? Жоқ ондайлар. Төлеуханаға. Сен керемет архитектура жасайсың, оның арда өмір бойы жасадық қазір. Біз қазір қазақ архитектураны жасап жатырмыз, сонда көбісі қалай істеп жатыр? Өзіңіз көріп тұрсыз ғой қазір. Көк күмбез. Не болса төбесі көк күмбез. Қазақстанда көк күмбез жоқ. Тарихта жоқ. Табыңызшы. Қожа Ахмет Яссауи 80 жылда ана кафельмен қаптаған. Ал бұрын күмбез болмаған ба? Ана Жош ханның басында фарформен жапқан, ол да 80 жылдарда. Оның алды не болған? Қасына қарасаң, бір де күмбез жоқ көк. Оны бізге үйреткен. Қора болса, ол национальный деп сол үйреткен. Сосын қай жерге болса қошқар мүйіз салады, ол национальный. Сонда градсовет болды, бізде Тасмағамбет әкім болды ғой. Сонда бір адам әкелген бизнес-центр. Ол естіген Тасмағамбет ұлттық архитектура сұрап жатыр деп. Алғанда мына шыныдан жасаған коробка жасаған. Сосын компьютер сатып алған, бір рахаттың компьютер, соның ішінде қошқар мүйіздерді ойып алған. Үстінен клейлеген карниздің орнына. Есіктің алдына осы портал қошқар мүйізден әкеліп, қарсы етіп сонысын қойды. Не айтты бәрі білмей қалды. Алматы мен құрылысы осыдан 50 жыл бұрын құрылған екен. Біздің ағаларымыз Достық бойындағы көшелі үйді бастап салған 66 жылдары. Содан кейін Қазақстан қонақ үйін салған, отырар қонақ үйін салған. Осы акиматтың зданиясын салған Алматы қаласының, резиденцияны салған, арт жағындағы фонд беру президенті деген салған. Біз Астанада 10 жылда іштедік, Астанада Сенаттың зданиясын салдық, акиматтың зданиясын салдық, Салтанат сарайын салдық,
спорт комплекс Қазақстан деген бар, соны салдық. Сол жақта біз 10 шақты жыл жүріп келдік. Ұлттық нақыш қолдандыңыздар ма? Ұлттық нақыш бар ма? Ұлттық нақыш? Ұлттық нақыш сол жерлерде жоқ болып тұр. Бірақ та кейінгі дизайнерлердің өзіңіз енді бағанадан бері айтып отқан ұлттық нақышты талап етпедіңіз ба? 4-ші этажға, 3-ші этажға кіргізді олар. Енді мәселен енді әрине бәрі ақшаға келіп тіреледі ғой айналып келген кезде. Ол қаншалықты қымбат дегенім ғой. Ақшада емес. Оның бәрі не? Біздің басымызда отырған не? Ұлттық деген не нәрсе? Мен ана студенттерден сұрап жатырмын. Қазақтың ұлттық киімі қандай? Халық киіп жүрген. Олар айтады, шапан, басына жаңа төре қалпақ, алтынмен тіккен, бәрі сондай. Сонда қазір көзіңізде суының бәрі толып кеткен, шапандар алтынмен тігілген. Сонда ана Discovery канал көрсетті, Монғолияның халықтарын бір ағылшын билеп жүр, сонда айтады, ертең мен қазақтың үйіне барам, екінші ол Монғолияда тұрған, соның енді мәдениетін көрем деген. Киіз үйдің ішіне кірген, Discovery түсіретін BBC ғой. Сонда кірген, ортасында төре қалпақ киіп алған, өзі төре емес, Найман. Сосын отырып, осылай отырған, шапан тіген, арқасы, бәрі жеңдері, бәрі алтынмен тігілген. Сонда отырып осылай Алматыдан сатып алған шығар барып. Сосын кімнің сөзін қараңызшы, ағылшыны. Алтын көп киген халық бейшара болады дейді. Ешқандай халықтың алтын киім болмайды дейді. Көрдіңіз бе? Бұл шетелдің көзі бізге қарағанда, біздің суретшілер отырып тағысында ұрып жатыр. Киноға қарасаңдар, бәрі сондай болады. Яғни көрінген жерде алтынды пайдалана беруге болмайды дейсіз ғой? Алтын емес ол. Бізде бір типті 19 ғасырда Қошқар мүйізді үйреткен сол қазақтікі деп. Бөтен ешнәрсе таба алмайды. Анда қазір енді сұрайық сізден. Эйфелева башня национальный? Жоқ, емес қой енді. Любой пальто ашып, ішінде Эйфелева башня алсаң, француздардікі дейді. Дұрыс па? Алматыда салсаң, француздардан ұрладың дейді. Қазір ана П-образный етіп салған, мынандай Дефанс площадь. Енді мен Алматыда онда П-образный салсам, тесік ортасында француздардан ұрладың дейді. Ол ана ұлттық белгісі болып кетті. Көрдіңіз бе? Оның бір қызық нәрсе, жер неге солай жүреді. Біздікі әр бүйгінің үстіне, автомобильдің үстіне Қошқар мүйізді клейлей береді. Содан кейін неден художественный училище барсам, сұрап жатырмын. Сен ұлттық жағынан сенде лекция оқиды ма? Сурет не бар ғой училище бізде. Сонда айтады, біз ойды өттік дейді, бір семестр, жай шығар дейді. Бәрі сол ең көп мәдениеттің бәрін өлеңнен бастап формаға түсінетін, соның бәрі бір ойға көшіріп жіберген. Өте жақсы. Қымбатты студия қонақтары, тақырып өте ауқымды, тақырып өте күрделі. Біз негізінен бүгінгі бағдарламаны Алматы қаласының архитектурасына, сәулетіне, ондағы жаңашылдықтарға ұлттық нақыш бар ма, жоқ па, алдағы уақытта қалай дамиды? Себебі биыл Алматы қаласының 1000 жылдығы тойлануда. Сол себепті осыған арнайын деген болатымыз. Бірақ та Бек аға қазіргі таңда ол тақырып әлі алыстау, түбінен, тереңнен бастап келе жатыр, және бұл өте өзекті, және бұл өте дұрыс, және бұл тақырып әлде қайда біз ойлағандан ауқымды екендігін көрсетіп тұр. Солай емес пе? Яғни біз тек қана қала деңгейінде емес, жалпы мемлекет деңгейінде, ұлт деңгейінде әлі ұлттық нақыш деген не? Соған бір жақты әлі түсінік бермеген екенімізді мен қазір көріп отырмын. Дұрыс па аға? Яғни бұл жерде ағаның айтып отырғаны ұлттық нақыш барлық жерде болу үшін, егер мен қателеспесем, ұлттық нақыш барлық жерде болу үшін біріншіден ұлттық нақыш деген не, соны анықтап болу керек. Ал енді ұлттық нақыш деген не деген сұраққа бізде әлі бір жақты сұрақ жоқ. Барлық жерге апарып Қошқар мүйізді тыға береміз, алтын жалатылған шапан киеміз, жандай алтын жіптермен тігілген. Аяғымызға кроссовка, жандай төре қалпақты, жандай көрінген кие береді деген секілді. Осы мәселелердің бәріне келген кезде қаланың сәулеті мен архитектурасына дейін бірінші жалпы ұлттық нақыш деген не деген сұрақтың өзіне бір жақты жауап болу керек деп жаңа Бек ағам айтты. Бұл орынды және дұрыс бағдарлама, сол үшін қажет осындай сұрақтарға жауап беру үшін. Ал дәл қазір мен ортаға біздің келесі жұпты шақырамын. Қарсы алыңыздар. Бұл енді келейін деп жатқан жастар, өзіндік көзқарастары бар, өзіндік идеялары бар. Сәулетші, дизайнер, арт ел студиясының жетекшісі Елзат Мұқашев мырза. Және де Эльмира Мейірханқызы, дизайнер, сәулетші. Студияға қош келдіңіздер. Тақырыпқа қатысты білесіздер, айтып кеттім. Менің сіздерге сұрағым, Болат ағам бір сөзінде өте жақсы айтып қалды. Қазіргі таңда жастардың арасынан құрылысшы болам дейтін жігіттер көптеп айта алмаймыз. Біз бала күнімізде барлығымыз құрылысшы болуға асықтық деді. Құрылысшы көп болған кезде жақсы сәулетшілер болады. Құрылысшы аз болған кезде сәулетші қайдан шықсын, солай емес па?
Сондықтан бұл жерде жаңағы Болат ағамның сөзіне сүйене отырып сендерге сұрақ қойғым келді. Шынымен де бүгінгі жастардың арасында құрылысшы сәулетшілер аз ба? Негізі проект ол екіге бөлінеді, екі үлкен этапқа бөлінеді. Бірінші эскиз проектісі дейді, екінші рабочий проект дейді. Сол бізде Қазақстанда эскиз проектісіне көп мән бермейді. Содан деп ойлаймын, ұлттық нақыш көрінбейтіні архитектурамызда. Өйткені сол эскиз проектісінде көбінесе жобаланады, эскиз ретінде. Мысалы, Европа елдерінде соған көп мән беріліп, соған ақшалай көп төленеді. Мектеп, басқа енді әлеуметтік нысан салған кезде, енді көбіне бағасына арзандау болуға тырысаттағыны жалпы ортақ қабылданған қағидаттар бойынша сала береді. Ал енді жеке кәсіпкерлер бар ғой. Өзінше бір дүкендер ашады, бір жеке тұрғын үйлерді салып жатады, немесе бір жеке үлкен жаңағыдай ТРЦ-лар дейді, жаңағыдай сауда орталықтарын салып жатады. Соларға біздің жаңағыдай ұлттық нақышы бар эскиздер түспейді ма сонда? Олар неге олар таңдамайды? Оған мен ойлаймын, өкімет қою керек деп ойлаймын. Сондай талап қою керек, иә. Ұлттық нақыш болсын деген талап бар ма, жоқ па, Төлеухан аға? Сол әрине сол жаңағы мына біз айтып кеттік қой, СНИП сол жерлерде сондай қойылса, талаптар қойылса, сонда біз жаңағы жобалаушыларға мына осындай мына СНИП бойынша осындай сендер ұлттық нелерді қолдануларың керек деп. Неге қоймайсыздар талапты? Енді қазір оны өкімет қабылданады. Мына СНИПтар айтып отырмыз ғой. Бұрын Совет өкімет кезінен келе жатқан жаңағы СНИПтар, сол СНИПтар қазір енді мына біздің елбасымыз жаңағы мына Еврокодқа көшуге сондай қажеттілігін айтып, сол Еврокодқа көшеміз. Еврокодқа көшкенде ол жерде енді білмеймін, ұлттық жаңағы сондай ол жерде қойылған ба нелер жаңағы талаптар, сондай талаптар қойылу керек. Ертең бізде жаңағы мына жоба жасалуының алдында жаңағы бізден сәулет тапсырма сыналады жаңағы. Сәулет жоспарлау тапсырма сыналады. Мына мемлекеттік стандарт бойынша жаңағы біз жай ғимараттарға жаңағы 6 күнде беруіміз керек. Мына жаңағы орысша айтқанда сложный ғимараттар нелерге 15 күнде беруіміз керек. И соның ішінде біз жаңағы мына инженерлік жүйелерге қосылатын шарттарды сол 6 күннің мерзімінде соны бірге беруіміз керек. Төлеухан ағам өте дұрыс мәселелерді айтып отыр. Біздер көпшілік жағдайда ұлттық нақыш талап еткен кезде әкімшілікке сұрай береміз ғой. Неге? А бұл кісілер заңда жоқ болғаннан кейін артық талап ете алмайды. Солай болып тұр ғой. Иә, заңда жоқ. Тек заңның аясында ғана талап ете алады. Өте жақсы. Сонда да бас жоспардың ішіне қосуға болады деп ойлаймын. Сондай, мысалы, талаптарды бас жоспардың ішіне. Генплан дейді, қаланың, бүкіл қаланың генпланның ішіне. Осындай жерлерде ғимараттар ұлттық нақышпен салыну керек деген сияқты. Мен ойымша талап қою жеке адамдардың өздерінің жаңағы дүкендеріне, үйлеріне талап қою дұрыс емес деп есептеймін. Себебі олай талап қойып, біз ешқашанда бұл мәселені шеше алмаймыз. Мен ойымша жеке кәсіпкер ретінде сұраныс жоқ жерге ұсыныс жасай білу керек деп ойлаймын. Яғни ұлттық нақышта егерде мен үлкен дизайн бірдеңке ұсынатын болсам, менің ойымша оны мен дұрыс жарнама ретінде көрсетуім керекпін. Адамдарда сүйіспеншілік пайда болу керек. Тек қана сондай мәселеде ғана халықтың қызығушылығы пайда болып, олар өздері ізденеді деп ойлаймын. Ал егерде біз оларға тек талап қойып, осылай істеу керек десек, олар жай ғана жаңағындай әртүрлі қошқар мүйізін нені әр жерге жабыстырып құтыла салуы мүмкін да. Яғни олар оған сүйіспеншілікпен, қызығушылықпен қарамайды. Өте дұрыс айтады. Міне Шабылға рахмет. Мәселе болған жерде ол мәселені мысалы шешу жолдарын қарастыру керек. Жалпы құрылысты айтқан мезгілде өзіміз жақсы білеміз, жаппай қолданылатын құрылыстар бар, жаппай салынатын құрылыстар бар. Және орыс тілінде айтады уникальный здание дейді. Ол біздің қазақша бірегей ғимараттар. Осы бірегей ғимараттардан бастау керек әңгіменің бәрін. Бірегей ғимараттар. Өйткені ол бірегей ғимараттар ол қалада біреу ғана болуы мүмкін. Не болмайтын болса, сол қала аудандарында әр болса бір-екеуден болу керек. Міне осылардан бастау керек. Мына отырған жастардың мен жаңа біраз мәселелерді көтергеніне риза болып отырмын. Осы жастардың өзі біздің академияны бітіріп шыққан жастар, міне осының өзі бізге көрсетеді біздің болашағымыздың қандай екендігін. Біздің академияда құрылыс саласы бойынша
дипломдық жобалардың көрмесі ұйымдастырылып отырады республика арасында. Осы мына Қазақстан Республикасы бойынша 27 жоғары оқу орны бар екен. Жалпы құрылыс мамандығына дайындайтын. Мен мына архитектураны, дизайнды айтпағанның өзінде тек қана құрылыстан 27 оқу орны бар. Мына осы 27 оқу орны жыл сайын біздерге өзінің ең жақсы деген жобаларын жіберіп отырады. Біз әуелі жобаларды республикалық сайыстан өткіземіз. Одан кейін республикалық сайыстан шыққандар бұл мына жалпы түркі тілдес мемлекеттер одақтарына, сол жақтарға жол тартып, сол мынау халықаралық конкурстан өтіп жатады. Ол халықаралық конкурсты ұйымдастыруда өзі біздің академияның басшысы Құсайыновтың өте үлкен зор үлесі бар. Себебі биыл уже 5-ші, осы уақытқа дейін 5-ші конкурс өтті. Енді бұйырса біз 6-ші конкурсты Кипрде өткіземіз деп отырмыз. Былтыр Италияда, Флоренцияда өтті. Оның алдында Түркия қалаларында өтіп жүрді. Міне былтырғы Италияда өткен жаңағы конкурстың, былайша қазақша айтқанда сайыстың нәтижесі бойынша біздің академияның құрылыс факультетінің студенті халықаралық мойындауға ие болды. Яғни бірінші орын алды. Бұл және қандай проекті дейсіз ғой? Бұл ұлттық нақыштағы проекті болған, жоба болған ұлттық нақыштағы. Не жоба ол? Оны Қазақстанда жүзеге асыру бола ма? Ол жоба болғанда сауда орталығы болды. Оның сауда орталығы киіз үй ретінде жасалған. Жалпы өзінің жобасы сондай болды. Ешқандай жаңа бұрыш жоқ. Қазақстанда жүзеге асыруға ешкімде ұсынған жоқ па? Енді бұл жоба түріндегі мынау біздің студенттердің ізденісі ғой. Енді бұл қымбатты бизнесмендер, кәсіпкерлер, ірі сауда орталықтарын салатын азаматтар, мән беріңіздер. Бану ханымның студенті түлегі бітіргеннен әлемдік деңгейдегі эскиз сызды қазақтың ұлттық нақышы бар дүние жасады. Ол ТРЦ сауда орталығы. Соны егер Қазақстанның бір жеріне салатын болса, Италиядан Флоренция қаласынан бірінші орын алып келді. Бұған Россияда қатысты, бұған Қырғызстанда қатысты. Яғни бұл жерде, Бану ханым, мен сізді түсіндім. Яғни бұл жерде жаңағындай біздер сапасыз сәулетшілерді дайындап жатырмыз, сапасыз құрылысшыларды дайындап жатырмыз деп айтуға болмайды. Біздің студенттер әлемдік деңгейде мойындалып жатыр. Мәселенің барлығы басқада дейсіз ғой. Өте жақсы, дұрыс. Ал мен дәл қазір сөзді біздің студиядағы көрермендерге беремін. Өзіміз әсем әдемі Алматының 1000 жылдығы деп айтамыз, шыны керек. 1000 жылдық дейтіндей бір қалада соның тарихты көрсететіндей өкінішке орай бірде-бір ғимарат мен өзім көрген жоқпын, есі сезілмейді былайша айтқан кезде. Енді бағанан бері ұлттық нақышта айтып жатырмыз, қаланы қалай тарихты безендіреміз, ұлттық нақышта безендіреміз деп ойлаймын. Енді қаланың басына сәулет жоспарын жасап отқан Ян Гейл мырза дедік қой. Мынау шетелден маман шақырғанша біздің өзіміз мықты да жаңа айтып отырсыздар ғой, міне біздің студенттеріміз бар. Тіпті Астананың да тең жартысын ғимаратын барлығын Норман Фостер дейміз, әлемдік деңгейдегі мықты сәулетшілер салғанымен, бәрібір де ол жерде олар қазақтың исін шығармайды бізге өкінішке орай. Сондай мен бір ұсыныс айтқым келеді жалпы. Жақсы, өте жақсы, рахмет көп. Мен қолдаймын, дұрыс. Осында патриоттық сезім болу керек. Осы патриоттық сезімді осы біздің жаңағы мына жоғары орын жаңағы мына оқу орындарын студенттерді дайындайтын сол жерде соны тәрбиелеу керек. Жаңағы осы өзіміздің қарагөз жаңағы студенттерімізді. Біз өз қазақ мәдениетімізді көтермесек басқа ешкім оны, Ян Гейлді жаңағы Норман Фостерді ешкімді келіп шетелден келіп оны көтермейді. Қымбатты студия қонақтары, сіздерге көп-көп рахмет. Біздің бүгінгі бағдарлама осымен тәмам. Тақырып өте ауқымды. Бір шетінен тиістік, мына шетінен тиістік. Бірақ та әрине шешім бізден емес. Бізден тек талқылау, қымбатты көрермен. Ал дәл қазір мен өзімнің дәстүрлі сұрағымды қоям. Соған сәйкес студияда отырған көрермендер бөліну керек. Қазіргі қалалар тарихы сәулет келбетінен жоғалып бара жатыр деген пікірді құптайтындарыңыз оң жаққа, қолдамайтындарыңыз сол жаққа өтулеріңізді сұраймыз. Қазіргі кездің сәулет өнері қарыштап дамуда. Дегенмен әлі күнге дейін орта ғасырлық ескерткіштердің салыну деңгейінен асу қиын. Олар ғасырлар мен 1000 жылдықтар өтсе де сыр бермей әлі де өзіндік ерекшеліктермен таңғалдыруда.
Әңгіменің ашығы елімізде ұлттық архитектураны дамыту, қазіргі қалалар, тарихи сәулет келбетінен сақтап қалу өз қолымызда екен естен шығармайық. Бүгінге осы, келесі эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.